Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екпін. Сабақтың мақсаттары. Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты табады. Мәтінде көтерілген мәселеге байланысты нақтылау сұрақтарын құрастырады. Екпіннің түрлерін сөз, сөйлем ішінде орынды қолданады. Тілдің сөйлеу нормасына тән ендігі бір фонетикалық құбылыс екпін. Сөйлеп тұрғанда бір сөз басқа сөздерге бір буын, басқа буындарға бір дыбыс, басқа дыбыстарға қарағанда күшті, көтеріңкі айтылуын екпін дейміз. Сөз екпіні екі немесе одан да көп буынды бір сөздің ішіндегі бір буынның көтеріңкі айтылуы сөз екпіні деп аталады. Қазақ тіліндегі сөз екпінінің орны тиянақты болады. Екпін сөздің ең соңғы буынына түседі. Ой екпіні сөйлем ішіндегі ерекше көңіл аударылуға тиісті болған бір сөзді оқшаулап, бөліп айту ой екпіні деп аталады. Ой екпіні тұрақты болмайды. Өйткені бір сөйлемдегі кез келген сөзге ерекше көңіл аударыла беруі мүмкін. Тіркес екпіні кейде тілімізде бірнеше сөз тізбектеліп барып, түгелімен бір ғана екпінге ие болады. Екпіннің мұндай түрі тіркес екпіні деп аталады. Дыбыс екпіні сөйлеушінің көтеріңкі көңіл күйін, абыржыған ішкі сезімін тыңдаушыға жеке бір дыбыс арқылы жеткізетін сәттер болады. Бір сөздің ішіндегі бір дыбысты көтеріп не созып айту тәсілі дыбыс екпіні деп аталады. Қуанышты көңіл күйді дауысты дыбыстарға түскен екпін білдіреді. Мысалы, реніш, кейу, қынжылу сезімдерін дауыссыз дыбысқа түскен екпін білдіреді. Сонымен балалар, бүгінгі екпін тақырыбына байланысты сабағымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңа үлкен рахмет.